Сәлем достар, мен Дуати университетінің студенті Мақсұтпын, және де мен досым Амина. Сәлем! Біз сіздерге экономика және құқық факультетін таныстыратын боламыз. Бүгінгі экономика және құқық факультеті жаңа білімге, жаңа технологияларға, заманауи білім беру инновацияларына негізделген. Факультетте экономикалық бағытта 4 кафедра жұмыс атқарады. Бұл Минибанк оқу өндірістік орталық қаржы кафедрасы, серіктестері Жусан банк және Нұрбанк филиалдарының басшыларының қолдауымен ашылған. Мұнда студенттер банк сәлеміне еніп, оның іс жүзіндегі қыр-сырын меңгеріп шығады. Адинес бухгалтерия кабинеті. Сұранысқа ие бухгалтериялық есептерді жетік меңгеруге бағытталған. Есеп және аудит кафедрасының жанында ашылған бұл кабинетте біліктілікті арттыруға арналған курстар өтеді. Факультет тарихында ерең еңбек еткен техника ғылымдардың кандидаты профессор Үркеншиев Ерғали Меркебекұлы атындағы кабинеттеміз. Мұнда ол кісінің жастарға үлгі боларлықтай өмірбаяны мен еңбектері жинақталған. Студенттерді бизнеске үйрету мақсатында бизнес-инкубатор орталығымыз бар. Мұнда студенттер бизнес жоспар жасаудан қыр-сырын меңгеруде және де сол жасаған жұмыстарын түрлі байқауларға қатыстырып, жүлделі орындарға ие болуда. Сіз білесіз бе? Enactus Duati командасымен біз мақтанамыз. Себебі 17 жылдық тарихы бар бұл команда Enactus Kazakhstan National Expo 2019 ұлттық кубогының жеңімпаздары. жылдың күзінде Сан-Хосе қаласында өткен Enactus World Cup әлем кубогында ел намысын қорғап қайтты. Бұл команда биылда жүлделі 2-ші орында алды. Экономикамыздың негізі валютаға байланысты. Мына стендтен сіздер ұлттық валютамыздың даму эволюциясын көре аласыздар. Ал достар, келесі кезек менде. Мен сіздерді құқық бағытындағы кафедралармен таныстыратын боламын. Университетімізде мамандық бойынша 4 кафедра жұмыс атқарады. Бұл жерде біздің студенттеріміз криминалистік полигон зертханасы арқылы қылмыстық істерді анықтауға бағытталған түрлі тәсілдерді үйренеді. Зертхана оқу полигонынан тұрғын бөлмеден сонымен қатар фото зертханадан тұрады. Ол жерде оқиға болған жердегі суреттерді алып, компьютерға көшіріп, ол жердегі суреттерді өңдеп, көрермен назарына ұсынады. Әділдік бар жерде заңсыздық байқап жүреді, әділетсіздік бар жерде заңсыздық шайқап жүреді. Көріп отырғандарыңыздай университетімізде студенттерге арналған арнайы сот залы да бар. Сот залы шынайы сот залынан айнымайды, солай емес пе? Бұл жерде студенттерімізге азаматтық және қылмыстық істерді жүргізуді үйретеді. Сонымен қатар университетімізде әділдікті өмірлік ұстаным ретінде қабылдаған Фемида жастар клубы да қызмет атқарады. Фемида жастар клубы қалалық заң өкілдерімен тығыз байланысты. Сонымен қатар ұйым белсенділері облыс деңгейде интеллектуалды ойындарды ұйымдастырып, және де қайырымдылық спорт жағындағы шараларға белсене атсалысады. Ал достар, бүгін біз сіздермен экономика және құқық факультетіне шолу жасап шықтық. Біздің студенттер ең үздіктер қатарында.